Гоу. Баршаңызға сәлем. Бүгін әдеттегідей сіздермен Саят және Олжас мағын, мағыналы подкасттың кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Мағыналы подкаст ол қонақтардың өмір тәжірибелері арқылы сөздерге анықтама беруге тырысатын подкаст. Получается, біз осыдан қонақтармен немесе Олжас екеуміз белгілі бір тақырыпты таңдап соларға анықтама беруге тырыстық. Бүгін бізде уже 6-шы немесе 7-ші шығарылым болып жатыр. Бүкіл комментарий жазатын адамдарға рахмет. Бүкіл сіздердің фидбектеріңізді ескеріп, таза қазақстан сөйлеп отырмын. Бүгін бізде тағы бір не бар, жаңалық бар. YouTube каналда 200 оқырманнан асып кетті. Көп рахмет. Это потолок. Тоже Ты ожидала? рахмет. Майлстон. Ты ожидала? Иә. 200 мың болған кезде күтейік енді. Түф. Окей, Келесі майлстон. бүгінгі тақырыбымыз Hometown, туған қала. Ол сені қалай қалыптастырды? Or hometown, how it defined you. Поэтому сегодня постараемся эту тему открыть и в конце прийти к definition. Туған қала дегеніміз не? Так, начнем с этого. Смотрите, мы с Саятом с одного города. Город называется Жезқазған. По идее, еще рядом, да, плюс-минус жили. Да, кстати, да. Примерно. Километр. Начнем с этого. Как бы один город, и, значит, у нас много общего. Сейчас как бы по ходу все раскроется, но начнем с того, какие у кого ассоциации с городом. Потому что, Жайдарманда, ЧБДда, Жезқазған туралы приколдар, шуткалар болған. Поэтому в комментариях пишите, делитесь, что вы знаете про Жез, описание, ваши стереотипы. И мы тоже первый свой тоже уберем и поделимся, да? Допустим, мен бастасам, про Жез я знаю, что как бы, очень маленький город. Когда в универе вот жил, там, не знаю, когда в лицее Олимпиадаға барғанда, очень маленький город, все это знают. Мы там самые такие простые, самые нищеброды деген сезім, деген мындай деген понятие болған менде лично. Сәке, сізде қалай? Какие ассоциации с городом? Мен Олимпиадаға барған жоқпын. Но сезілетін да простота, вот это сезілетін шынымен де мысалға жаңағындай прям в детали кірмей ақ қояйық, бірақ Жезқазғанда мысалға ТРЦ жоқ әлі күнге дейін, нормальный торговый развлекательный центр жоқ, короче. И Какое-то время кинотеатр только кинотеатр вот болмаған, да. где-то до карантина, кажется, болған жоқ кинотеатр. После карантина ашылды, где-то 2021-де. Это 21-ші ғасырдың Қазақстаны үшін өте печальный, короче. И мысалға Жезқазған чуть-чуть тарихқа может копнуть. Не ғой сол бір, получается, енді аты айтып тұрғандай, жез табылған, мыс табылған сол жерлерде. Потом давайте тут город построим деген, чтобы люди, которые работают заводтарда жұмыс істейтін жұмыскерлер дейсің. Тұрсын деп сол жерде сөйтіп құрылған 1960-шы жылдары, 50-ші жылдар ма. И содан бері кішкентай қала болып келді. Бір уақыттарда облыс орталығы болған, сосын облыс орталығы болмай қалды, Қарағандының астында болды какое-то время, белгілі бір уақыт. Одан кейін қазір осы тоже 2-3 жыл бұрын қайтадан Ұлытау облысының орталығы деген статусы болса да, Қазақстанда көп адамдар таныса да, білсе де, бірақ өте кішкентай қала, халқы 100 мың примерно максимум. Сондай қаладан шыққан адамдарымыз. Да. И сол, как бы танымал, бірақ простой деп айтқым келген ғой. Простой жаңағы развлекаться ететін жер, ПСК-лар мен донеркалар примерно. И дворға ашасың, футбол ойнайсың. И тағы қосатын нәрсе неде, хотя бы мы были в прогнозе погоды. Республиканский прогноз погоды, да, Жезқазған бар. Сол нәрсе, как бы, я с этим понятием вырос. Типа, ибо мы там маленький город, но хотя бы мы есть мы и Талдықорған, самые такие 19-20 место в лиге, которые делись. Для меня вот так было. Типа, Сатпаев жоқ, Жезқазған бар. Типа, вот такое, короче, понимание было.
по идее, да, даже если когда типа Қарағанды облысының ішіне тұрған кезде бізді көрсететіні, то есть это тоже андай ғой, сен телевизордан көрген кезде бұрында кішкентай кезінде интернетке дейін сен андай бір, значит мен нормальный қалада тұрып жатырмын дейтін Да, 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 подсознательно. согласен, согласен, согласен. По идее, да. С чего можно начать, Саке? Как думаете? Вот ол сені қалай қалыптастырды дегеннен бастай берейік. Жаңағы простота, қарапайымдылық, и қалада жалпы көп халық простой ма қалай айтса болады, шынымен де Да, андай андай бүкілі бірдей киінеді, андай мен бір кісіні анда танитынмын, андай бір қызыл ма несі бар, жилеткасы бар, короче. біздің дворда бар, орыс апай ғой, короче. И ол андай да қырықта болса да жасы, андай паркқа барады, ролик тебеді дейтін адамдар болады ғой, типа жезқазған үшін даже кішкентай балалардың кейбіреулері ролик тепсе андай, сен типа мысалға ұл ролик теуіп жүрсе біз андай, сен қызсың ба не деген сияқты темаға кететін. Ал да, үлкен кісі да, болып да, еще ролик теуіп жүретін, и сондай бір яркий персонаждарды кездестіру өте қиын. Сол үшін да, как бы енді 100%. бәрі еще логично, бәрі жаңағындай зауытта жұмыс істегеннен кейін өмір режимдары примерно бірдей, айтатын темалар да бірдей, ол шахта, металлургия деген сияқты. И ол адамдардан там творческий нәрселерді көп күтпейсің. И по идее неде бар сияқты бір какой-то не андай, мысалы жайдарманда тоже жезқазған командалары аз ше, аз кеткен, финалға шыққан жезқазған командасы жоқ. И жалпы творческий адамдар өте аз, как будто Интересно, интересно. басқалармен салыстырғанда, иә. И ол да бір не сияқты, случайность емес, кездейсоқ емес, ол да бір заңдылық сондай дегендей ғой. И шынымен де мысалға сені қалай қалыптастырды деген кезде сол бір более не сияқты ғой, ол по идее бір отбасы сияқты ғой, сенің туған қалаң деген ол сенің бір отбасың сияқты, саған фундамент береді, саған фундаментін қалыптастырады. И жаңағындай сен творчествоға ашық адам боласың ба, или жаңағы но зато андай, зато емес, то есть ол болмаса да, творчество болмаса да, бірақ нені қалыптастырады, жаңағы рутинамен жүресің ғой, есіңде дисциплина деген нәрсе қалыптасады. Мен соны байқадым, то есть жезқазғанның Интересно. адамдары плюс минус енді тойға болмаса, бірақ былай қатты кешікпейді ше, короче, то есть жүреді, короче, уақытпен жүреді деген сияқты, істеп ондай Интересно, нәрселер интересно. деген менде ойлар бар. Ну, смотрите, я 100% с этим согласен. Это как бы... можно, конечно, пропустить и не повторять, но я намеренно повторю, чтобы вот зрители понимали, типа, вот два человека собрались, и если бы Саки сказал одно, я сказал другое, чуть размылось бы. А я прям намеренно, ну, со своей стороны, короче, повторю слова Подчеркивай, Саки, дейсің ғой. да, потому что когда я готовился, тоже разгонял для себя, я для себя это вывел. Типа, начиная с города, как бы я описал город, люди одинаковые. И это ключевое слово. Люди одинаковые. Нас там всего-то 80-100 тысяч, очень мало, но из ключевых вещей все одинаковые. Даже по сей день, типа, ну, сам город, типа, все об одном и том же думают, то есть нету вот зарезного варайти, там все одинаковые, все там как бы серые, все одинаково бедные примерно, ну как бы я со своей точки говорю, типа я там жил в бедной семье, типа все примерно бедные, мои друзья во дворе, кого я вспоминаю, все довольно бедные, ну конечно там, ну будем как бы открыто говорить, да, типа там коррупция, все это есть люди, которые жестко процвели, мы их знаем, но большинство было бедные, и мы одинаковый там инком, доход в семье был, это точно, и оно жестко определяет тебя тем, что типа по жизни, я когда рос, допустим, в лицее Оскинде, там уже Олимпиадаға барасың, Назарбаевқа түсесің, короче, это все, у тебя установка, типа, мы самые низший, нижайший слой в этом всем. Типа, we have a lot to prove. Мне много чего нужно доказывать. Типа, Астанис, Караганинский, они там при деньгах, при айфонах такие крутые, короче. А мы самые простые, и нам есть что доказывать. Я вот лично с таким, короче, пониманием вырос. Допустим, даже не я. Тоғызыншы класста футболға баратынбыз дарынды, короче, областная футбольный турнир среди дарынды мектептер арасында. И там как бы 8 команд, из Жеза мы приехали, остальные тоже там Карктео, Дарна, Намнау. И типа там вот это было типа, мы пришли, надо доказать, кто мы. Мы ничто, все знают, что мы ничто, но нужно доказать, что мы что-то стоим. Такой прям Андай. Ну, у меня лично было понимание, типа, нас никто ни во что не ставит. То есть жезовские, типа, аудан кегендер деген сияқты ше. И это, ну,
даже подумай, типа, даже для нас Караганда пипец болса, Алматы Астана деген еба ғой андай пипец. И поэтому я лично с этим пониманием вырос. Типа, мы самые там низшие, бедные слои общества, нас никто ни во что не ставит, and so I have a lot to prove to the world. И как бы, когда вот думаешь об этом, первостепенная причина, потому что все в городе одинаковые, все в городе одинаково думают, одинаково ходят. Вот, я бы это подчеркнул. М. У вас такого не было, брат? Прям, ну, Ну, я, может быть, именно чуть мен, радикально сказал, то но есть, такого не было? не, примерно, бірақ именно инком жағынан мен нені сезетін, то есть примерно андай разницаны сезетін. Білмеймін, может мен көрсетерім не болған шығар. Ну, вот соседний дворда прям андай сол кездерде там лексуспен жүретін деген сияқты болатын еді да бір кешке қарсы. Ну, И в типа школе, мен да, андай были ой такие люди. андай ой болған жоқ, то что вот жезқазғандағы бәрі жаңағы кедей деген ой болған жоқ, короче. Ну, одинаково не творческие, там, одинаково дисциплинированные, но одинаково бедные дейтін жерін что-то мен Интересно, ондай емес интересно. Ну, менде. да, я тоже как бы забирайте слова обратно, да, в школе Да. всегда Ну, то были есть, знакомые с деньгами. типа еще именно жезқазған по-любому андай қызық нәрсе бар. Қайтадан жаңағы зауытта жұмыс істейтін, жаңағы шахтада жұмыс істейтін адамдар болса да, ну, ақшаны негізі нормально табады. И даже былай не істесең, мен ол қай кезде түсіндім, біз 10-шы класста ма, короче, көкшетауға бардық ше. И көкшетауда капец машиналар ескі, короче. Ну, средний көшеге бүйтіп қарайсың ғой, в среднем ескі машиналар. А вот жезқазған қайтып келгеннен кейін ғана байқай бастадым, что бізде негізі көбінесе плюс-минус жаңа машиналар жүреді екен да жолда. И ол да бір показатель того, что жезқазған негізі ақша бар, бірақ ақша бар, бірақ ақшаны, Распределяется иә, по-другому. распределяется, еще көбінесе жұрт ақшасын неге құртатын сияқты, тойға деген сияқты сондай бір нәрселер. То есть Мгм. жезқазғанның адамдарында енді қазақстанның ортасы ғой, и туризм жасап дамымаған. И мысалы мен енді прям бүкіл жезқазған үшін отвечать етпей ақ қояйын, жауап бермей ақ қояйын, бірақ примерно мен танитын адамдардың көбісінде андай ой жоқ. Мен ақшаны инвестировать ету керекпін, или шетелге шығып қыдырып келейін деген, или там баламды оқытайын дейтін ойлар бар енді, бірақ андай прям мен осы ақшаны баланы оқуыма жинайын деген сияқты ойлар жоқ. Өйткені сен жаңағы қала там неше, Қарағандының өзінен 700 метр ма, ой, 700 километр, өте алыс та, қазақстанның ортасы болғанымен, бірақ өте алыс. Сол үшін как бы Қарағандыға барған кезде сен даже не істейтінсің, басқа адамдар екен деген сияқты. Мысалы реально қайтадан коктейльдің сен жігіттерін көрген кезде орда, Да, ну, кругозор дей ма, қалайсың болады, да, есть такое, басқаша, да, я вообще согласен с басқаша вами. орда. Иә. Да. И олар басқаша по-любому. И біздің жаңағы кішкентай қаладан шыққан факторымыз ойнайды да бәрібір. Да. Здесь, допустим, можно вот это сказать, типа, допустим, вот, ну, how it defined me, или другими словами, типа, what value, какой, короче, ценность, какой урок я извлек из этого города. Я извлек веру, типа, именно belief, то есть вера, что я достоин успеха, день сахче. Типа, и прикол в этом, и то, что я вышел в маленьком городе, оно помогло мне в детстве. Вот если берем, допустим, двор, да, кәдімгі кішкентай двор, потом бірінші мектеп, Мгм. лицейге дейін, потом өз лицей, мысалы мен футболға қатыстым, қалалық неде стадионда футбол бар, сол төрт, мысалы, 4 примера если брать, то там я достиг определенных каких-то успехов, не прям топ-1, но всегда топ-2, топ-3, что-то такое было, короче. И я сейчас думаю, причина не потому, что я пипец там тигр, или потому, что я там талантливый, просто потому, что это маленький город, и выборка маленькая, чуть-чуть быть талантливым было достаточно, чтобы как-то ілініп кетуге в топ-10, короче. И вот я к чему? К тому, что типа то, что я рос в маленьком городе, то есть если бы был в Алмате, в Астане, то я бы этих качеств не взял бы. Но потому что я жил в маленьком городе, early wins, то есть в раннем возрасте бірнеше рет, короче, бір жетістікке жеткенім дало мне веру в себе, что окей, типа я по жизни могу к этому идти. И потом, когда я шел дальше в более competitive нелерге салаларға, там я, конечно, фейлился жестко, но именно это ощущение, эта вера, что я все-таки достоин, она меня вытаскивала. Типа я один раз фейлюсь, два раза фейлюсь, но в какой-то степени именно вот это вот зерно того, что I am worthy enough, то, которое именно этот город дал, оно
выработал, короче, failure tolerance, где типа я хоть 100 раз лицом ударюсь, fail, я все равно такой, не, нифига, я достоин, и я дальше топлю. И типа это там подтверждалось там неде. Ну, лицейде мысалы кейбір жерлерде, олимпиадада, допустим, я там больших успехов не дошел, но как бы более-менее что-то похоже, там в универе, сейчас на работе. Сондай, короче, момент бар. Типа, если бы я рос не в Жезе, в маленьком городе, а где-то в Астане, в Караганде, в более компетитив местах, то еще и с таким бэкграундом, как типа бедная семья, я бы по-любому там не достиг бы этих успехов. Только потому, что я был в маленьком городе, и помогло мне М, относительно других чуть-чуть достигать успехов, оно какую-то веру, короче, дало. Я вот так, у меня такое есть. Именно м, урок, иә ценность, которую город мне дал. У вас эми похоже что-то есть, брат? иә байқамаппын по идее, бірақ шынымен ондай нәрсе бар, иә. Мысалға андай немен параллель жүргізіп қалдым, мен жаңа айттым ғой, сенің туған қалаң деген семьяң сияқты, короче, фундаментін қалыптастыруға көмектеседі бәрібір. И андай ғой, мысалға сен жаңағы сенің примерің ол не сияқты, мысалы жалғыз бала болып өсетіндер бар ғой үйде, и оған бүкіл внимание келеді да, то есть бүкіл андай м, бүкіл вниманиені ол алады, и ол өскен кезде уже самооценкасы более менее жақсы болады, короче. А сен там жеті баланың біреуі болсаң, тоже там очередной бала болып қалуы мүмкінсің да, короче. И сол сияқты чуть чуть мысалы кішкентай қалада сен өмір сүрсең, иә, бала кезінде сондай не бар сияқты. Ну мен андай честно мысалға, ну любой адам солай ойлау керек қой. Бірақ мен осы қазір не деп ойламаймын, көптің бірімін деген сияқты ше, то есть я обычный Такие, деп я ойламаймын, что-то короче. нажал, извиняюсь, вас сейчас не слышно. Ой, бай, what's going on? Escape. Стоп, стоп. Не ғой. Стоп! What's going on, Э, guys? Оп. Ой, бай, Text ой, бай. recognition. Все готово. Раз, раз, сәкен, бригадир. Все. Все, брат, Нормально, да? я что-то испортил. Так, мы остановились То есть, на... Да. айтқым келгені, бұл нәрсе бұл нәрсе кім сияқты более үлкен қалада өмір сүретін ата аналарға бір урок сияқты. Егер сенің балаңның жаңағыдай фейлер толерант и неғып өсіргің келсе, самооценкасын нормальдап өсіргің келсе, сен оған жаңағы кішкентай жеңістерді ертерек беру керексің и дұрыстап беру керексің. Ол нәрсе кішкентай қалада болса и так адамда болады, мысалы ауылда шығатын балалар тоже андай ғой, сен бір болады, короче, бір жақсы, сен жақсы өзіңді көрсете алатын жерлер болады. Футбол жақсы ойнай алмасаң да там жақсы күресесің деген сияқты. Бірақ кішкентай бала үлкен қалада болса, еще ол жаңағындай, допустим, может кружоктарға барады, где он всегда фейлится, потом ата анасы айтады да, ой ты типа обычный деген сияқты айтып қалатын болса, и это скажется по-любому адамға. Ну, то есть это тоже, мен мындай прям андай городской бір нәрсеге қатысқан жоқпын, бірақ сезілді ол нәрсе. Мысалы мектепте мен тоже андай типа топчик оқушы болдым, и мен тура сондай тура сол саят там үшінші класстағы. Бірақ астанада болсаң, и астанада жаңағы мықтырақ оқушылар болса, мен өйтіп может тащить етпейтін едім деген сияқты. Интересно, интересно, да. Есть какая-то этот... Корреляция. Да, это своего рода, по идее, вообще пипец, не все прям пипец, пипец. Ну, интересная мысль. Но разгонять ее дальше не будем, да. Ну, да, прикольно. А, брат, тут Мгм. есть эта корреляция между, там, допустим, э, лицейге түсуіңіз как-то жизнь поменяла? То есть лицей похож на город? Или он другой? То есть мир есть Жезқазған, есть лицей. Они вот одно и Да. то же или это разные Нет, есть? точно, 100%. Мысалға басқа қалалардың лицейлері бар ғой. Ну, они некоторые непростые десең. Жезовский лицей сияқты простой емес олар. То есть мен байқағаным, мысалы сен еще Жезқазғанда еще лицейде оқысаң, сонда не болады, 2х қой. 2х что? Типа негде развлекаться в городе. Ага. Еще сен лицейде сабақ оқудан басқа да істемейсің да. И именно Жезқазғандағы лицей ол андай, ну, самый идеальный, короче, ну, самый идеальный лицей демей ақ қояйын, но андай олимпиадчик үшін, короче, самый күшті экосистема деймін ба.
мен сол ойлаймын, то есть еще мысалы лицейдің мысалы орналасқан несі де бар, факторлары. Тема ғой мысалы бізде үлкен, по идее, более-менее Да, не да, да. тығыз емес, кішкентай емес, там бывший садик емес деген сияқты. И мен де көп басқа лицейлерде болып көрдім деп айтпаймын, но жезовский не бар біздің лицейде. Жаңағы жезовский вкус бар. Почерк, почерк. Иә, почерк. Там, Здесь, по идее, брат, не знаю, насколько это там гонево, не гонево, но у меня прям только что появилась мысль, типа, именно на подкасты, короче, жесткий вот лектерін чатқа жіберу керек, и, ну, будет м, жестко ше, типа, люди тоже там біраз ой түйіп, былай айтатын, қосатын комменттер болса, чатқа кетеді негізі, прикольно. давай, смело. Ну, если вот выберете один урок или одна ценность, которую город вам дал, что это, по-вашему? М, Қазіргі күнге дейін сізбен бірге жүрген зат, которую дал город этот. Ондай бар ма негізі? Ну, андай нәрсе бар. Қала кішкентай болған сайын, сен мысалы қазір астанада жезовскийларды көресің ғой. И сен андай типа несінде, типа меньшинство, короче. То есть бір родной болып көрінеді да саған өз қалаңның адамы ше. И мен, может, урок демей ақ қояйын, но какой-то бір ценность берген. То, что сен жаңағы 100 000 адам ғана тұрады, кішкентай қала, сен плюс-минус бәрін танисың. То есть сен танымасаң да ата анаң көп адам таниды да, слишком. Там базарға шығасың суббота күні, и папаң там каждый 5 минут сайын там біреумен сөйлеседі Это егер ше. есть такая, да, да. Каждый меніңше жарты сағат деген сияқты ше. И ну үлкен қалада вряд ли ондай не бар да, бір какой-то братство ма, типа жоқ ше. Үлкен қалада сен андай әркім өз жұмысымен былай жүре береді да, тез даже қазір көршілер сөйлеспейді ғой бір бірімен. Ал кішкентай қаланың бергені маған что адамдармен сөйлесу шығар, енді более қалай братство города, типа мысалы жезовскийларды прям көресің там, типа жезовский деген сияқты поддерживаешь, короче. Да, 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 да. солай ойлаймын. Ну, андай да не бар, мысалы обратный, мысалы батыстың қалалары бар ғой, мысалы ақтөбе деген сияқты ше. Ақтөбе, атырау мысалға, олар ну плюс-минус тоже үлкен қала, но тоже жестко поддерживающие друг друга. Ну, то есть это негізі не только кішкентай қалаларға қатысты деп ойлағанмын ғой, Мгм. но вот жезқазғанда братство прям қатты сияқты мынайымша. Да, согласен. Мен андай субъективный ойым болуы мүмкін, байыз, бірақ Ну, во мне тоже пойдет, откликается, есть басқа такое, есть такое. ну басқа қаланың жігіттері айтып көрсе болады тоже, комментарийға жазып кетсеңіздерші. Еще этот, какой-то степени маған әсер еткені, это уже, когда вот связываешь точки, это такая тема, типа, Жезқазғанда қазақ тілі мен орыс тілі одинаково, прям реально 50-50 распространены. И в какой-то Жа, степени это прям, ну, как бы, то, что дает этот город, допустим, лично мне, мен андай, орыс мектебіне барғанмын, орысша, жалпы андай, кішкене жақын болды да отбасым. Ну, вообще, отбасыда қазақша бар, бірақ именно менің, лично мое понимание мира, там на русском много было. И потом лицейге түсеміз, мгм, тарих, короче, қазақ тілінде я жестко страглюсь, типа, тарих, географию учить, рассказывать, капец было тяжело. Но из того, что реально помогало, это то, что, естественно, казахский не был для меня вот такой. Типа, не мое деген болмады да. Всегда во дворе мгм. казахский был. И как-то вот қазақша, орысша всегда прям рядом были. И потом по жизни тоже начал замечать, универде вообще, өскенде, типа, не у каждого города такой есть. Некоторые люди в казахском реально слабые. Или акценты бар жігіттерде ше, типа, андай. То есть, ну, короче, не каждому городу повезло иметь казахский и русский одинаково сильный. Но в нашем городе повезло. Я так думаю. У вас как? Солай, ну, Иә, согласны, не согласны? 100%. То есть мысалы солтүстіктегілер түсінікті, олар орысшасы слабый. Оңтүстіктің жігіттері бар, тоже оларда орысша слабый. Дұрыс айттым ба? Солтүстіктегілерде қазақша слабый, оңтүстіктегі кейбір жігіттерде орысшалары прям қатты слабый да, олар даже магазин, то есть бір курьермен біреумен сөйлесу керек кезде қиналып қалуы мүмкін дегендей. Енді конечно орыс тілі дейтін тақырыпты қазір ашпай ақ қойсақ болады, то есть керек болып бізге керек емес па дейтін, ну то есть бірақ жалпы просто бір тіл ретінде айтатын болсақ, жезқазғандықтардың иә ровно 50-50, то есть даже үлкен кісілердің өзі қазақша орысша
тез ауыса алады и бірдей качествода сөйлейді, бірдей сапада, иә. иә, иә, Ол иә. и ол нәрсе шынымен де андай жазған Қазақстанның дәл ортасында ғой, и шынымен де андай қатты там диалекттар или басқа бір нелер әсер етпеген мысалға. Оңтүстікке там мүмкін Өзбекстан әсер етеді деген сияқты, солтүстікке там Россия деген сияқты. А жазған андай да реально середина, ну бүкіл нәрседе баланс болу керек дейді ғой, и мен ойлаймын жазған реально баланс, ну типа андай болуы мүмкін. Қатты көп алып кеткен жоқсың ба өзіңе деген, но бірақ шынымен де по факту сияқты ғой, объективно сияқты. Факту, три факту. Қазір Что бір именно? андай қазақ мектебінде оқыған бір жігітті алсаң да қазір 11 класс Да, бойы, да, я вот одноклассника и вспоминаю, да, да, и олар орысша нормально сөйлейді, да, или да, наоборот даже жаңағындай орыс мектебінде оқитын қазақтардың да. қазақшасы более-менее жақсы. Ну, да, здесь поправочка, типа, не прям 100%, чтобы на нас не наехать, там люди, да, это просто именно в среднем, как будто Жезқазғанда чуть развито это. В среднем қазақ мектебінде орысша түсінетін, сөйлей алатын, акцентсіз ондай көп сияқты. То есть не 100%, ну, хотя бы по процентажу, короче, сондай. Можно чуть-чуть уже заканчивать, как думаете? Мгм. Definition құрастырсақ. Давайте примерно оқып шықсақ бола ма, не жаздық біз? Да, давайте. Так, мы начинали с того, что туған қала сені қалай қалыптастырды. Начали с definition города. Общие такие стереотипные вещи. Это вот маленький город, и люди одинаковые. Маленький город, нету ТРЦ, нету кинотеатра, и люди одинаковые. Там Мгм. мало кто сильно выделяется, как тетенька в этом парке на роликах. Дальше в Мгм. другом, здесь уже мой тейк, типа в другом большом городе я бы вряд ли поверил в свои силы как индивидуал. И именно то, что жест маленький, это дало мне определенные обстоятельства в это поверить. Ваш тейк в другом большом городе, я бы вряд ли так ценил земляков. У нас даже термин типа жезлский деген особо так, ну, жылулық берет. То есть Мгм. поверить, реализоваться рано, грубо говоря. Здесь как бы именно землячество, ценить земляков, сезм бар. И то, что у нас одинаково разделяем, это казахский, русский, 50-50, одинаково распространены в среднем у населения города. Иә, былай істесек болатын сияқты негізі, прям definition емес, туған қала біз үшін жезқазған, то есть біз жезқазғанның definition берейік та, то есть Давай. туған қала үтір, ну біз үшін екеумізде де жезқазған ғой, то есть жезқазған дегеніміз Мгм. жаңағыдай қазақша орысша жаңағы тең сөйлейтін деген сияқты солай бастасақ болады, қала деп ше. Мгм. Қазақша орысша тең сөйлейтін, потом үстіне не болды тағы жаңағы қазақша орысша, Қазақша. мхм, бірдей бірдей дейік, бірдей сөйлейтін а, Да, брат, у меня просто не так, как у вас, небольшой экран, поэтому я бірдей сөйлейтін. нормально, нормально. Так, потом соңында кішкентай қала деп жазайық, адамдары бірдей кішкентай қала. Қазір ортасына қосып жібереміз. Үтір керек па? Керек емес па? Өтір керек емес. Орыс мектепте оқығам, маған болады, маған рұқсат. Так, Так, мынау енді нені қосайық, жаңағы поверить в свои силы как индивидуал деген жерге қосайық. можно, по идее, как-то сейчас найти более такую как форму, типа былай да не сияқты, типа, ну, вот қазақша, орысша бірдей сөйлей алатын, бла-бла-бла, және Да. бла-бла-бла, адамдары бірдей кішкентай қала. То есть по одному два Да. слова на это. Типа, реализоваться легче. Қалай қазақша? Тұлға ретінде, тұлға емес енді, қалыптасу емес. Жетістік емес енді. Early wins, как можно на казахском? Жоқ, андай ғой, как бы конкуренциясына андай жеңіліп қалмайтын, мысалға андай жұтылып кетпейсің да сен, сондай. Конкуренциясыз жеңіл. Иә, былай солай жасақ болады. Конкуренция қалай? Жоқ, Сайыскерлік. конкуренция деп. Конкуренциясы жеңіл. Потом здесь та же вторая ваша часть, да? Адамдары бірдей кішкентай. Ох, Жезқазған дегеніміз
қалай жезқазған дегеніміз қазақша орысша бірдей сөйлейтін, жоқ, Басқа қалаларға қарағанда да. Қазақстанның басқа қалаларына жоқ, қарағанда. Нет? жоқ, керек емес сияқты, по идее. Мгм. андай бүйтіп жазсақ болады. Мынау адамдар ғой, то есть қазақша орысша бірдей сөйлейтін, бір біріне бауырмал адамдардан құралған. Бір біріне бауырмал адамдар тұратын, жоқ, адамдар тұратын, жоқ, дұрыс, мынау сөйлейтіннен кейін может үтір, то есть Сөйлейтін, біз, бір-біріне аха, бауырмал адамдар тұратын, конкуренциясы жеңіл, адамдары бірдей. қайталанып кетті адамдар дейді. Ә, Бір біріне бауырмал бірдей адамдар деп қойсақ болады. Кто понял, тот понял, Джиги. иә, по идее біздің мына түсінбесе полный выпускты көріп алады ғой. Ай, угар. Жезқазған дегеніміз қазақша, орысша бірдей сөйлейтін, даже часть угарна, бір-біріне бауырмал бірдей адамдар тұратын. По факту же. Потолок. Потолок, вот угар. Ой. Так, у нас Болған осталось сияқты да 1,5 минуты, примерно. да. Давайте этот conclusion. Сіз оқып жіберсеңіз и таңдап жіберсеңіз выпускты. Иә. Біздің сүйікті жезқазған қаламыз біз үшін қазақша орысша бірдей сөйлейтін, бір біріне бауырмал бірдей адамдар тұратын, конкуренциясы жеңіл кішкентай қала. То есть бірдей дейтін қайтып қайталап кетіпті да, то есть бола берсін жайды, то есть одинаково же, то есть одинаковые же люди. Потолок, это очень приятный этот definition. М, Окей, сол. гайс, көп рахмет осы выпускты көрмегеніңізге. Да, это был хороший выпуск. Жезқазғандықтарға сәлем. Yes, sir, yes, sir. 7102 Жезқазған дегендей. Да, вообще, Пади, хороший тақырып, с Жезовским можно бесконечно его толкать туда-сюда, поэтому Жезовские, если что, с вами тоже выпуск можно эту тему делать смело, да? Да. Окей, барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі Все, көріскенше. жақсы, рахмет.